Стресс деген не? Стресс дегеніміз адамның организмде кортизол гормонының бөлуі. Кортизол адамды бір жамандыққа дайындайды. Оған күш береді, агрессия тудырады, жүрек соғысын көбейтеді. Адамда кортизолмен бірге адреналин де бөлінеді. Яғни адамның организмі белгілі бір қауіп қатерге дайындалады. Кортизол не үшін бөлінеді? Бұрынғы заманнан бері адам бұл өмірде сыртқы қауіптермен күрескен, сыртқы қауіптерге қарсы шыққан, өзіне тамақ іздеген. Осы процесс кезінде адам өзі жинаған күшін сыртқа шығару керек болған. Осы кезде ол кортизолды қолданатын еді. Яғни организм кортизол бөледі, адамның ішінде жиналған күштер шығады. Мысалға, ол аң кезінде үлкен жануарға қарсы шығып, сол агрессия мен күші арқылы жеңіп, өзіне тамақ табатын еді. Қазіргі кезде адамдар кортизолды қатты қажет етпейді. Себебі біздің өмірімізде күнде бізге қауіп қатер төнбейді. Өміріміз тыныш, Құдайға шүкір. Бірақ та кортизол организмде әлі бар, қала береді. Себебі өмірімізде қауіп қатерлер әлі біткен жоқ. Қауіп қатерлер түрлері ауысқан. Қазір бізді ешқандай аң жемейді, бірақ ашаршылықтан сірә да зардап шегуіміз мүмкін. Себебі жұмыс жоқ болса, бұл ақшаның жоқтығына әкеледі, ал ол ашаршылықтың бірінші себебі. Осындай кезде адам жұмыс жасап жүрген кезде жұмысты жоғалтпау үшін кортизол бөлінеді организмнің ішінде. Бұл соның әсерінен стресске әкеледі. Көбінесе адамдар қазір стрессті жұмыс арқасында тауып алады. Өздеріңіз байқаған шығарсыз. Демалыс күндері сізде стрессті балаларыңыз тудыруы мүмкін. Себебі қазіргі кезде адамның ойлау қабілеті өзгерген. Баланың жылауы, баланың айқай шығарғаны өзі ата-анаға қауіп қатердің белгісі ретінде көрінеді. Сондықтан организмде кортизол бөлініп бастайды. Жұмыста жүргенде бір қолайсыз жағдай болған кезде тоже адам өміріне қауіп төнгендей, болашағына қауіп төнгендей организм кортизол бөліп бастайды. Кортизол негізі организмге керек гормон болып саналады. Сондықтан организм ол гормоннан қанша жыл өтсе де әрі айырылмаған. Кортизолдың негізгі міндеті осыда. Яғни адамды қиын жағдайларға дайындау, организмді дайындау. Кортизол адам организміне пайда болған кезде адамның организмі қосымша жинаған күштерін жоғалта бастайды. Мысалға, сіз күн бойымен өмір сүресіз, артық энергия жиналып тұрады денеңізде, кортизол бөлініп бастағанда сол барлық артық энергия қолданысқа енеді. Кортизолдан қалай құтылуға болады? Бұл негізгі сұрақ, себебі ешкім қазір стрессте болғысы келмейді. Оның бір жолы кортизолдан күніміз басталар алдында құтылу. Адам негізі кортизолды ұйықтаған кезінде қалпына келтіреді. Мысалға, сіз организмде 100% кортизол бар, ұйқыдан тұрдыңыз, күн бойымен өмір сүріп, 50%-ын жоғалттыңыз. Түнде ұйықтағаннан кейін таңда тұрғанда жоғалтқан 50%-ыңыз қайтадан орнына келеді. Таңда сізде уже 100% кортизол болады. Яғни кортизол әр күні
қалпына келіп отырады. Сондықтан сіз ұйқыдан тұрған кезде бірден сол кортизолдан құтылуыңыз керек. Тісіңізді жуып, бет-қолыңызды жуып, тамақ ішіп алғаннан кейін кортизолдан құтылуға бір амал жасауға болады. Мысалға, көп адамдар таңда жүгіреді. Ол пайдалы дейді. Не үшін? Негізі жүгірген адам организм қиындық туғызады. Ешкім таңда жүгіргісі келмейді. Бірақ та ол процесс кезінде кортизолдың бір 90% жоғалады. Яғни адам таңда жүгіріп, өзіне қиындық табады. Ол кезде кортизол бөлінеді. Барлық кортизолыңыз таңда жоқ болып кетеді. Яғни оның 90% таңда жоғалып кетеді, егер таңда жүгірсеңіз. Қалған 10% күндіз өмір сүруіңізге кетеді, бірақ 10% қатты әсер бермейді сізге, организміңізге. Яғни сіз күні бойымен стресс сезбейсіз. Қандай да жағдай болса да, организмде кортизолдың көлемі азайып қалады. Ол сізге стресс әкеле алмай қалады. Кез келген жаман ситуацияларды сіз стрессіз қарсы алып үйренесіз. Тек қана жүгіру емес, басқа да іс-әрекеттермен айналысуға болады. Мысалға, қарамыз суға түсу. Бұл да өте көп кортизолдың бөлінуіне алып соғады. Қазіргі кезде ол практиканы көптеген адамдар қолданады. Өте пайдалы, бірақ та қиын. Себебі таңда ешкім қарамыздай суға түскісі келмейді. Бірақ бір үйренсеңіз, статистика бойынша 21 күн бір іс-әрекетті қайталап жүрсеңіз, бұл привычкаға айналады. 21 күннен кейін сіз өзіңіз үйреніп кетесіз мұздай суға түсуге. Бірақ та күн бойымен кортизол деңгейіңіз өте аз болады. Өміріңіз жақсарады, стресс азаяды. Себебі адам өмір бойы стрессте өмір сүре алмайды. Егер сіз күн ойына стресс сезінсеңіз, 1 жыл солай өмір сүресіз, 2 жыл солай өмір сүресіз, 3-ші жылы организміңіз шыдамайды. Ода күш кетеді, энергия кетеді. Ол қайтадан толып жетіспейді. Соның кесірінен денсаулығыңыз кетеді. Семьяңызда отношение өзгеруі мүмкін, өзіңізге отношение өзгеруі мүмкін, жұмыстастарыңызға отношение өзгеруі мүмкін осының кесірінен. Сондықтан өміріңіз стресске толы болса, бірақ та өміріңізді өзгертуге мүмкіндік болмаса, осындай іс-әрекеттер жасасаңыз өзіңізге пайдалы. Егер далада жүгіруге мүмкіндік болса, жүгіріңіз, спортпен айналысыңыз. Спорт кезінде өте көп кортизол бөлінеді. Егер ондай мүмкіндік жоқ болса, мұздай суға түсуіңіз керек. Әрине, егер таңда сіз бір жаққа шығуыңыз керек, дала салқын болса, мұздай суға түсу қиындау болады. Басқа да амалдарын іздеуге болады. Бірақ та өмір бойы стресс сезініп өмір сүруге болмайды. Бұл соңы денсаулығыңыздың кетуіне әкеліп соғады. Ал ол денсаулық жоқ денеде, өмірде жоқ болады. Сондықтан өз-өзіңізді күтінуіңіз үшін кортизолдан таңда құтылуыңыз қажет. Сонымен қоса, кортизол азайған кезде эндорфин гормонының бөлінуі, дофамин гормонының бөлінуі оңай болады. Эндорфин мен дофамин гормондары сіздің бақытыңыз үшін жауап береді. Егер сіз өзіңізді бақытты сезінсеңіз, яғни миыңызда эндорфин немесе дофамин гормондары бар деген сөз. Егер кортизолдан таңда құтылсаңыз, күндіз эндорфин мен дофаминнің бөлінуі оңай болады. Яғни өміріңіз бақытты болады. Бұл оңай сияқты көрінеді.
Ол шынымен де оңай. Жүгіріңіз таңда, жүгіре алмасаңыз суға түсіңіз. Суға түсу 5 минут уақытыңызды алады. Қара мұздай суды ашып қойыңыз, суға бір түсіп алыңыз. Содан кейін бірден жылы бөлмеге барып, жылынасыз, шайыңызды ішесіз. Күндіз стресс деңгейі өте қатты төмендейді. 21 күн істеп көріңіз. Егер эффект болмаса, онда мен қателестім деген сөз. Менің сөзіме сенбесеңіз, шынымен де мен бұл салада специалист емеспін. Менің сөзімді искусственный интеллект арқылы тексеріп алсаңыз болады. ChatGPT немесе Gemini'ден сұрасаңыз болады. Немесе YouTube'дағы видео блогерлерден, психолог блогерлерден, врач блогерлерден қарап алсаңыз болады. Ол туралы видеолар бар. Кортизолдың қалай жұмыс жасайтынын толығырақ қарап алсаңыз да болады. Организм қалай жұмыс жасайтынын білген бізге өте пайдалы. Біз өз организмімізді білуіміз қажет. Өмір күннен күнге қиындап жатыр. Осы қиындықты жеңе білу үшін біз өзіміздің білім деңгейімізді көбейту қажетпіз. Стресс туралы білуіміз қажет. Қазіргі заманда стресс ең үлкен қауіп-қатерлердің бірі. Бұрынғы совет кезінде адамдар стрессті алкоголь арқылы жойған. Себебі алкоголь ішкеннен кейін адамның организмде кортизол өте көп бөлінеді. Бірақ алкогольдің эффектісі кеткеннен кейін адам организмде кортизол азайып кетеді белгілі бір уақытқа. Соның әсерінен адамдар өмір сүрді. Қазіргі кезде көп адамдар алкогольден бас тартып жатыр. Бірақ та кортизол ешқайда кетіп жатқан жоқ. Кортизолдан құтылу керек. Спортпен айналысыңыз, мұздай суға түсіңіз. Рекомендациялар, яғни мұздай суға тек қана 5 минут түсіңіз, одан артық түсу қажет жоқ. Түскеннен кейін бірден сүртініңіз дұрыстап, денеңізде мұздай су ылғал қалмау керек. Одан кейін бірден жылы жерде отырыңыз, денеңізді жылытыңыз. Кортизол душтан кейін уже жоқ. Одан кейін салқын сезудің қажет жоқ. Ауырып қалуыңыз мүмкін. 5 минуттен де көп түсудің қажет жоқ, себебі организм переохлаждение болып, денсаулығыңызға зардап тигізуіңіз мүмкін. Кейбір адамдар 2 есе көп жазсам 2 есе пайда әкеледі деп ойлайды. Ол олай емес. 5 минут жеткілікті, одан артық жазсаңыз, ол уже зардап әкеледі. Назарларыңызға рахмет. Бұл видеолар адамдарды стресстен қорғау үшін және ұйқыны жақсарту үшін арналған. Бұл видеоны ұйықтар алдында қосып, осы видеоны тыңдап, бірден ұйықтасаңыз болады. Мен өзім мысалға өте көп ойланам, ұйықтай алмаймын түні бойы, 2-3 сағат ойланып жата алам. Тек қана осындай видеолар маған көмектеседі. Видео қарап бастасам бір 10 минут, 20 минутта ұйықтап қалам. Ұйқы өте маңызды. Себебі ұйқы кезде кортизолмен бірге басқа да бізге керекті, денсаулығымызға керекті гормондар қалпына келеді. Денсаулығымыздың ішіндегі бактериялар, микрофлора, ішкі ағзамыз барлығы ұйқы кезінде жақсарады. Бұл видео сізге ұнаса, подписаться кнопкасын басыңыз, басқа да видеолар болады. Керекті ақпарат. Сонымен қоса лайк пен колокольчик кнопкасын басып кетсеңіз, бұл каналға өте үлкен көмек әкеледі. Сонымен қоса басқа адамдардың да осы видеоны көруіне үлес қосады. Бұл видео сізге шын мәнінде көмектеседі деп сенемін.
көп адамға көмектессе жақсы болады. Сондықтан осындай проблемалары бар адамдарға жіберсеңіз, стресс көп сезетін адамдарға осы видеоны жіберіңіз. Өзін өзі күтінсін, немесе стресстен айырылу жолдарын білсін. Стресстен айырылу жолдары бар. Оны интернетте іздеңіз. Өз өміріңізді қорғаңыз. Сізді өзіңізден басқа ешкім ойламайды. Ойласа да білімі немесе құлшынысы жетпей қалуы мүмкін шын мәнінде көмектесуге. Бұл видеоны жақындарыңызға жіберіңіз. Пайдалы ақпаратты біліп жүрсін. Назарларыңызға үлкен рахмет. Бұл видео шын мәнінде сізге көмектеседі деп сенемін. Сау болыңыз.